Құран кәрім хикаялары. Үшінші хикая Нух алейхиссалам. Алғашқы пұтқа табыну. Адам ата алейхиссалам 1000 жыл өмір сүрді. Ол дүние салғаннан кейін ұрпақтары көбейіп, жер бетінде таралып кетті. Уақыт өткен сайын адамдар Аллах тағаладан алыстап, тура жолдан адасты. Олар Алла тағаланың құлшылық жасауға лайық, жалғыз жаратушы Құдай екенін ұмыта бастады. Адам атаның ұрпақтарының ішінде көбірек адасып, күпірлікке терең беріліп кеткен бір қауым бар еді. Оларды Ібліс шайтан азғыра түсті де, бұл қауым дүниеден өткен игі жақсылардың бейнесінде мүсіндер жасап, оларды Құдай деп таныды. Ондай мүсіндер пұт деп аталады. Олар пұттарға табынып, олардан ізгі тілектерінің орындалуын, жамандықтардан сақтауын сұрайтын, және оларды әр түрлі атаулармен атайтын. Кейбір пұттарды Уат, Суақ, Яғус деп атаса, басқасына Яғуқ және Нәсір деген сияқты атауларды берді. Олар Алла тағаланың нәсіп еткен ақыл санасын қолданбай, көңілінің қалауына еріп, надандық танытты. Әрі пұттарды өмірден өткен жақсы кісілерге деген шексіз махаббаттарына сәйкес әр түрлі есімдермен атады. Пайғамбар болатын кім? Ұлы жаратушы Алла тағала ешқашан ешбір пендесін ұмыт қалдырған емес. Ол әрқашан өз мейірімімен адамдарға хақ жолды, яғни бір Аллаға бойынсынуын көрсетіп, үйрететін пайғамбарлар жібереді. Бұл қауымның адамдары Алла тағаланы елемей, пұттарға сыйынып кетсе де, Алла тағала өзінің рахымымен оларға араларынан бір кісіні пайғамбар етіп таңдады. Жаратушы иеміз бұл надан қауымға жолбасшы етіп кімді жіберді? Пайда да, зиян да келтіруге жарамсыз, көру, есту және қозғалу қабілетінен жұрдай тастарға сыйынып кеткен адамдарды тура жолға бағыттау үшін өз жанын құрбандыққа кім қияр екен? Алла тағала бұл бұзық қауымға пайғамбар етіп, араларындағы парасат пен көркем мінезге ие Нұх есімді кісіні жіберді. Нұх санасымен саралап, бұл мүсіндердің дұғаларды қабылдай алмайтындығын, ешқандай зиянды қайтаруға шамасыз жетпейтіндігін түсінді. Ол өзіне, қалайша біз өз қолымызбен қойған тастарға құлшылық жасап сыйынамыз, бұл ісіміз нағыз надандық, әрі орасан зор адасушылық емес пе деді. Алла тағала Нұхқа терең білім, ұшқыр ой, кемеңгер ақыл берген еді. Ол мына тіршілікті және ондағы барша мақұлқатты жаратушы жалғыз Құдайдың бар екенін және адамзаттың сол бір Құдайға ғана ғибадат қылып, қажеттерін одан ғана сұрау керектігін түйсінді. Сөйтіп, Нұх Алла тағалаға сенуімен ғана шектеліп қалмай, басқаларды да бір Аллаға ғана бойынсынуға, оның дініне толығымен кіруге шақыруды қалады. Нұх адамдарды не нәрсеге және не үшін шақырмақшы болды? Нұх Алла тағаланың адамдарға тура жолды көрсету үшін өзі таңдаған елшісі. Ол адамдарды хақ жолға шақырушы. Өйткені Аллах тағала оны адамдарды қараңғылықтан нұрға, күпірліктен имандылыққа шығару үшін жіберді. Пайғамбарлық міндетін Алла тағаланың бұйырғанындай орындау үшін Нұх адамдарды өзі ұстанған жолға шақыруды қалайтын, яғни ол адамдарды пұттарға сыйыну секілді адасулар мен күпірліктерден тыйылып, бір Аллаға ғана ғибадат етуге шақырды. Өйткені адамдардың құлшылық жасауына аспан мен жерді және бүкіл әлемді, ондағылардың барлығын жаратқан Алла тағала ғана лайық. Аллах бізді және бағзы бір замандарда өмір сүріп, кейін адасушылар пұтқа айналдырған игі жақсыларды да тек өзіне ғана құлшылық жасау үшін жаратқан. Нұхтың дінді дәріптеуі. Осылайша Нұх өз қауымын тура жолға шақырып, үгіт-насихат жүргізе бастады. Нұх пайғамбардың ізгі бір қасиеті өз қауымына түсінікті етіп сөйлейтіні еді. Оларға: «Әй қауымым, Аллаға құлшылық жасаңдар, сендер үшін одан өзге Құдай жоқ» дейтін. Яғни: «Әй қауымым, мүсіндерге сыйынуды тоқтатыңдар. Егер сендер орталарынан өткен ізгі кісілерді жақсы көрсеңдер, оларға мүсіндер орнату арқылы емес, олардың ізгі жолын ұстанып, жалғастыру арқылы құрметтіңдер. Бір Аллахқа ғана ғибадат жасап, дұға қылыңдар» деді. Нұх оларды осындай түсінікті де жұмсақ тілімен шақырып үгіттеді. Оларға хақ діннің шақыруын даналықпен жеткізді. Нұх өз қауымын тура жолға асқан парасаттылықпен уағыздап,
олармен ешқашан айтысып тартыспайтын. Әрі Нұх оларға: «Әй қауымым, кім Аллах тағалаға сенбесе, қиямет күні ол Аллах тағаланың азабына ұшырайды. Ал кім Аллахқа сеніп, оған құлшылық жасаса, Аллах оны жәннатқа кіргізеді. Сондықтан, әй қауымым, иманға келіп, жәннатқа кіруге асығыңдар» дейтін. Бірақ санасын шайтанның азғыруы әбден жаулаған қараңғы қауым Нұхқа: «Біз не үшін Аллахқа ғана құлшылық жасауымыз керек? Қиямет күні дегенің не? Сен де өзіміз сияқты адамсың. Аллах бізге пайғамбар жіберетін болса, сен сияқты адамды емес, періштені жіберу керек еді» деді. Нұх оларға: «Құлшылыққа жалғыз Аллах қана лайық. Ол бізді жаратты және есепсіз игіліктерге бөледі. Жақын уақытта барлығымызда бұл дүниеден өтеміз. Одан соң Аллах тағала бізді есепке тарту үшін қиямет күні қайта тірілтіп, өзіне иман келтірген мүміндерді жәннатқа, ал қарсы шыққан кәпірлерді тозаққа кіргізеді. Пайғамбар да өздерің сияқты жұмыр басты пенде. Ендеше Аллахтың мені пайғамбар етіп жіберуінің еш таңғаларлығы жоқ» деп уағызын жалғастырды. Арсыз жауап. Нұх пайғамбардың соңына ілесіп, уағызына сенгендер негізінен әлсіздер мен кедейлер еді. Ал кәпірлер: «Ей Нұх, саған сеніп артыңнан ергендеріне бір қарасаңшы. Олар ризық несібесі аз, әлсіз біреулер ғана. Олар мал, дүние, байлық, абырой атақтан жұрдай, ештеңесі жоқ бейшаралар. Егер сен өзің шақырып жатқан жаңа дінге біздің де сенгенімізді қаласаң, кедей-кепшікті қасыңнан алыстат. Негізінде олар біз сияқты бай әрі ақылды болғанда сенің сөзіңе ермес еді. Сен айтқан діннен алыс болар еді. Егер сенің шақырып жатқаның жақсылық болғанда, олардан бұрын абыройлы да мәртебелі біздер сенің шақыруыңды қабылдап, сен айтқан Аллахқа бойынсынған болар едік» деді. Кәпірлер өздерінің надандығын, ақымақтығын айқындайтын осындай пасық сылтауларын айтқаннан кейін де Нұх уағызын тоқтатпады. Керісінше, оларды тура жолға үгіттеуді: «Әй қауымым, менің насихатым барлығыңа ортақ. Бұл уағыз осы қауымның әрбір адамына арналады. Аллах тағалаға иман келтіріп, пұттарға сыйынудан бас тартқан мүміндерді мен қалайша өзімнен алыстатпақпын? Әй қауымым, ақылға келіп ойланып көріңдерші. Аллах тағала сендерге жақсы мен жаманды айыру үшін, ойлану үшін ақыл нығметін берді емес пе? Өздерің айтыңдаршы, бұл мүсіндер сендерге бірер пайда яки зиян тигізе ме? Олардан тілек тілесіңдер, олар сендерді көріп ести ала ма? О халайық, бір Аллахқа ғана құлшылық қылыңдар. Сендерге ризық беріп, дұғаларыңды қабыл ететін бір Аллах қана» деп жалғастыра түсті. Таластың соңы. Қауымы мен Нұхтың арасындағы талас тартыс шиеленісе түсіп, шегіне жетті. Олар Нұхтан жалығып: «Әй Нұх, расында сен бізбен көп айтыстың. Егер айтқандарың рас болса, уәде еткен азабыңды келтір» деді. Нұх оларға: «Сендер ақымақтық пен надандық жасаудасыңдар. Сендерге азап тек Аллахтан келеді. Мен сендердей адаммын. Сендер Аллахқа ешқандай серік қоспай, оған ғана ғибадат жасауларың керек. Егер иман келтірсеңдер, сендерді жәннатпен сүйіншілеп қуандырамын. Барлық іс Алла тағаланың қолында. Егер қаласа, күпірліктерің үшін сендерді бұл дүниеде және ақыретте азаптайды» деп жауап қайтарды. Расында Алла тағала кәпірлердің ақымақтығы мен надандығына және жапа шектіргендеріне төзімді болулары үшін пайғамбарларына мықты сабырлылық пен асқан төзімділік берген. Алла тағаланың аянымен кеме жасау. Нұх ұзақ уақыт сабыр сақтады. Ол өзінің пайғамбарлық міндетін 950 жыл бойы шыдамдылықпен атқарып, қауымын дінге шақырды. Содан кейін қауымының күпірлігі мен надандығына, тәкаппарлығымен қасарысқандығына және күндіз түні ашық әрі жасырын тынбастан уағыз жүргізсе де иман келтірушілердің аздығына Аллахқа шағымдана бастады. Сонда Аллах тағала оған: «Қауымыңның ішінен қазірге дейін иман келтіргендерден басқасы мүлде иманға келмейді» деп аян берді. Сонда Нұх Алла тағаладан ақылын пайдаланбай, пұттарға табынып, нәпсісіне және шайтанға еріп, бұзақы кәпірлерді жойып жіберуін сұрап: «Уа Раббым, жер бетінде кәпірлердің біреуін де тірі қалдырма. Егер сен оларды тірі қалдыратын болсаң, пенделеріңді адастырады, және олар бұзақы кәпірлерді ғана
дүниеге келтіріп көбейтеді деді. Алла тағала Нұхтың дұғасын қабылдады. Оған үлкен кеме жасауды бұйырды. Нұх қауымынан алыстап кеме жасауға кірісті. Қауымы оның дінді насихаттауды тоқтатып кеме жасауға кіріскенін көріп, «Әй, Нұх, саған не болды? Кеше ғана пайғамбар едің, енді бүгін ұста болып кеттің бе? Кемені кімге жасап жатырсың? Кеме жүзетін теңіз қайда? Ол бұл жерден өте алыс қой», деп әжуалай бастады. Нұх олардың мазағына төзімділікпен сабыр етіп, жұмысын соңына жеткізді. Топан судың келуі. Алып кемені жасау аяқталғанда, Аллах тағала Нұхқа мүміндерді және барша тірі мақұлықтан бір-бір жұптан алып, кемеге мінуін бұйырды. Аллах тағала қарсы болып, пайғамбардың шақыруын қабылдамаған қауым адамдарына топан су тасқынын жіберетіндігін хабарлады. Нұх бұйрықты орындап, мүміндермен бірге кемеге мінді. Жаңбыр молынан жауып, жер астынан су атқылап, жер жүзін топан су басты да, кеме жайлап су бетіне көтеріле бастады. Кәпірлер толқындардың қойнына батып бара жатты. Нұх биік кеменің үстінен суға батып, арпалысқан адамдарға қарап тұрып, араларынан өз баласын көрді. Ол, «Әй балам, әлі де суға батып өліп, тозаққа кетпейін десең, Аллахқа иман келтіріп, бізбен кемеге мін», деді. Бірақ баласы әке сөзін тыңдамады. Ол батып кетпеуге әрекеттеніп, жартасқа жармаса бастады. Алайда Аллах тағаланың құдіретімен жауған мол жаңбыр барлық жерге, тіпті таулардың шыңдарына дейін жетті. Нұх қауымының кәпірлері түгелмен суға батып кетті. Олардың ешқайсысы аман қалмады. Олар Нұхтан, «Егер шын пайғамбар болсаң, уәде еткен азабыңды келтір», деп талап еткен еді. Аллах тағала өз елшісі Нұхтың дұғасын қабыл етіп, кәпірлерді суға батырып, өздері сұранған азапқа душар етті. Мұсылмандар бір жаниядан. Нұх пайғамбар өз баласының тағдыры жайлы Аллах тағаладан, «Уа Раббым, балам, менің жанұямнан, сен мені және отбасымды құтқарамын деп уәде бергенсің, сенің уәдең шын», деп сұрады. Аллах тағала аян етіп, «Ей Нұх, балаң сенің отбасыңнан емес, ол кәпір болды, сенің нағыз жанұяң, саған иман келтіріп, шақыруыңды қабылдағандар. Мен тек қана мүміндерге жәрдем беремін, ал әйелің, балаң секілді кәпір болғандарға жәрдем де, жәннат та, нығмет те жоқ», деді. Сол кезде Нұх әкелік мейірімі себепті білместік жасағанына көз жетіп, тәубе қылып, Раббысынан бұл ісі үшін кешірім сұрады. Аллах тағала оны кешірді. Кеме су бетінде ұзақ уақыт жүзгеннен соң, Аллахтың әмірімен су тасқыны тоқтады да, кемедегілер аман есен жер бетіне шықты.